Фотоэлектрикалық эффект 1905 жылы Альберт Эйнштейнмен толық түсіндірілді. Ол үшін Эйнштейн Нобель сыйлығын алған болатын. Сонымен фотоэффект деген не? Фотоэффектілік әсер. Бұл металл бетіне жарықтың түсуінің әсерінен электрондардың шығуы болып табылады. Біріншіден, жарық неғұрлым жарқын, яғни яркий болса, соғұрлым тоқтың күші де жоғары болады. Және соғұрлым көп электрондар шығады. Осы жерде байқағандарыңыздай график бойынша қарайтын болсақ, шамның түсу жарықтығы мен электрондардың саны сызықтық регрессияны құрайды. Шамның жарықтығы қанша төмен болса да, металдың бетінен электрондар шыға береді. Шамның жарықтығы 0 деңгейіне түскенше. Тағы бір қарастыратын мәселе, әр электронның өзінің энергиясы болады. Бұл энергия кернеу көзі арқылы анықталған. Осы энергияны анықтау арқылы біз электрондарды тоқтата аламыз. Сол себепті пластинаның бөлігіне теріс мән бердік. Теріс мән электрондарды өзіне қабылдамай, өзінен алшақтатады. Кернеу көзіне керекті мәнді беру арқылы тоқ көзін нөлдік шамаға келтіргенде электрондар келесі пластинаға жетпей қайтарылады. Тоқ күші нөлге жеткен кезде кернеудің формуласы арқылы электрондардың энергиясын анықтауға болады. Жұмыстың зарядқа қатынасын бізде кернеуді береді. Осы формула арқылы біз электрондардың энергиясын есептей аламыз. Біз білеміз, шамның жарықтығы бізге көп мөлшерде электрондарды береді, және электрондардың энергиясы белгілі, және оларды біз тоқтың күші нөлдік деңгейде анықтадық. Ендігі мәселе, электрондардың энергиясы шамның жарықтығына әсер ете ме деген сұрақ болып тұр. Графикке көз салсақ, шамның жиілігін көтеру арқылы және толқынның ұзындығын түсіру арқылы біз электронның энергиясына әсер ете аламыз. Яғни толқындардың ұзындығы мен электрондардың энергиясы бір-біріне қарама-қайшы, кері пропорционалды. Электрондардың шықпау себебі бұл әр металдың өзінің шектік саны бар, яғни электрондардың шығу саны. Әр металда әртүрлі өзінің шектік саны болады. Біз осыған дейін кальцийдің электрондарын қарадық, ал енді натрийдікін қарап көрсек, байқағандарыңыздай натрийдің шегі кальцийға қарағанда төмен болады. Натрий электрондарын шығару кальций электрондарына қарағанда оңайырақ. Келесі бізде мыс. Бұл көріп тұрғаныңыздай натрийға қарағанда шектік жиілігі жоғары. Қандай металды алмасақ та график барлығында бірдей болып шықты. Сонымен фотоэлектрондар қай жерлерде қолданады, оны күнделікті өмірдегі қолданысы